сердечно поздравляет вас с выходом на заслуженный отдых. С 1979 года ваша трудовая биография неразрывно связана с предприятием. Более 4 десятилетий. Тек сол компаниялар тобына қарасты Рипгаз құлсары газ цистерналарына қызмет көрсетуге арналған мамандандырылған жөндеу сынау пункті қызметкері Ербол Дабысұлы Құлниязовты әріптестері зейнет демалысына шығарып салып жатыр. Ол бұл ұжымда дөңгелек жөндеу цехының бригадир қызметін атқарды. Оған дейін әртүрлі бөлімдерде шебер, кейін директордың орынбасары лауазымдарында болды. Ал еңбек жолындағы алғашқы қадамын ол Ақжайық 7 вагон жөндеу депосында бастаған болатын. Осыдан 47 жыл бұрын. 79 жылы 13 августта сол кезде 10 класс бітіргеннен кейін жұмысқа кірдім. Әке шешем осында жұмыс жасайтын еді. Осында кіргізді жұмысқа, вагон депоға. Өзі әкемнің ағасы бар, қоныс істейтін. Екеуім династия тұқымның жұмыс жасағанда 120 жыл болды. 13 август күні. Сонда вручить етті маған тұрған, конечно. Содан бері жұмыс жасап келатырмыз. Иә, осыдан 47 жыл бұрын Атырау темір жолшылары ағайынды Қоныс Төлеуов пен Дабыс Құлниязовтың және олардың отбасы мүшелерінің саладағы жалпы еңбек өтілінің 123 жыл толғанын атап өткен болатын. Тегі екі түрлі болғанымен бір үйдің қос перзенті сонау Ұлы Отан соғысы жылдарынан бері өңірдің теміржол саласын дамытуға өлшеусіз еңбек сіңірді. Осы абыройлы да ауыр жолда олармен бірге жұбайлар да иық тіресе жұмыс істеді. Кейін ұрпақ сабақтастығын үзбей әке мен ана ісін балалар жалғады. Бүгінде олардың өзі зейнет жасына жеткен теміржол саласының ардагерлері. Әкеміз 1926 жылы туған. Осы теміржол саласына 1943 жылдан бастап 1997 жылға шейін мастер прапорщичный станция болып жұмыс істеген өмірбай. Анамыз да осы теміржол саласында 1947 жылы жұмысқа кіріп, бухгалтер болып, сонан 1997 жылы пенсияға зейнеткерге шықты. Сибат Қонысқызы 1969 жылы Алматы теміржол техникумын вагон шаруашылығы мамандығы бойынша тәмамдаған соң, БЧД 23 вагон депосында еңбек жолын қосалқы цехта техник болып бастаған. Ол 38 жыл еңбек өтілінің ішінде техникалық оқыту жөніндегі инженер лауазымына дейін жоғарылап, 2006 жылы зейнетке шыққанға дейін жемісті еңбек етті. Сибат Қонысқызының жолдасы Сүйінгариев Есжан Сүйегенұлы да өңір теміржолы тарихында аты қалған жан. Еңбек жолын Гурьев станциясындағы вагон депосына құрал жабдық бойынша шебер ретінде бастаған ол, білімі мен біліктілігінің арқасында техникалық бөлім басшысына дейін жеткен. 36 жылдық өтілі ішінде адал еңбегі мен кәсіпорын дамуына қосқан елеулі үлесі үшін оған құрметті теміржолшы атағы беріліп, Қазақстан теміржолына 100 жыл мерекелік медалімен марапатталған. Есжан Сүйегенұлы мен Сибат Қонысқызының ұлы да 28 жылын теміржол саласына арнаған жан екенін тілге тиек ете кетейік. Ал Төлеуовтер отбасындағы тағы бір теміржолшы Жанат Қонысқызы өзінің бұл саланы таңдауына туған ағасының да себепкер болғанын айтады. 1955 жылғы Ғабдолла деген ағам жұмыс жасады. Ол кісіде 1972 жылы орта мектепті бітірді. Әкем, шешем теміржолшы болғасын, ағам да сол салаға кетті. 1972 жылы болып, жаңа дәнекерлеуші болып, одан кейін армияға кетті. 74 пен 76 жылдың арасында одан келіп, сосын өзім жаңағы әке шешем теміржол сол саланы арғарта дамытам деп, арғарта жасап, 2000 жылы қайтыс болды. 2000 жылға шейін мастер болды, көтерілді. Ең соңында замначальник по ремонту вагонов болып жұмыс жасап. Жанат Қонысқызы да еңбек жолын 1976 жылы Атырау станциясындағы вагон депосында ағасы Дабыс Төлеуұлының қарамағында слесарь болып бастады. Бір жылдан соң арнайы жолдамамен Алматы теміржол көлігі инженерлері институтына оқуға түседі. Оны тасымалдау процестерін басқару мамандығы бойынша сәтті тәмамдап, жолдамамен Гурьев теміржол техникумына оқытушылық қызметке орналасып, 10 жылдай дәріс беріп, шәкірт тәрбиеледі.
Одан соң теміржол вокзалында жедел бөлім бастығы лауазымын атқарды. Жанат Қонысқызының отбасы да теміржол саласымен тығыз байланысты. Жолдасы ұзақ жылдар бойы локомотив депосында еңбек етіп, зейнетке шықса, қызы да Ақжайық 7 вагон жөндеу депосында эколог маманы болып бірнеше қызмет атқарған. Бұл дастархан басына жиналғандардың барлығы дерлік теміржолшы немесе теміржол саласына қатысы бар жандар. Бұл Қоныс Төлеуов пен Дабыс Құлниязовтың ұрпақтары. Бүгін олар Нұрлан Дабысұлының шаңырағында бас қосты. Өткен ғасырдың екінші ширегінде басталған осы бір теміржолшылар династиясы әрбір бас қосқан сайын әлбетте саланың бүгіні мен ертеңін әңгіме етеді. Сосын өткенді еске алады. Бұрында осылай ағайын бір дастархан басына жиналғанда әртүрлі әңгімелер айтылатын. Әсіресе тақырып жұмыс туралы болғанда әкеміздің ақылына көбірек құлақ асатынбыз дейді Нұрлан Дабысұлы. Әкем, анам сол теміржолда болғасын, теміржол саласына айтылады ғой, енді қандай қиындықтар бол, қандай бәріміз енді теміржол болғасын бір-біріміздің сырларын, жұмыстың сыртысын айтады ғой. Сол бізге де түсінбей келген жерлерімізге түсіндіріп айтады. Тәжірибе бір-бірімізге алмасамыз, әкеміз енді білімі көп болғаннан кейін үйретіп айтып отырады. Осындай кейбір қиындық кездері соны айтып отырады. Осындай болады, осылай жасау керексіңдер деп. 1984 жылы мектеп бітірген бойда вагон депосында бастады. Әскери борышын өтеп келгеннен кейін деподағы жұмысын жалғастырып, кейіннен Досаев жанындағы локомотившілер курсынан өтті. 1991 жылы жол техникалық мектебін тәмамдап, машинист көмекшісі лауазымына орналасты. Кейіннен біліктілігін арттыру мақсатында машинист мамандығы бойынша білім алып, осы салада ұзақ жылдар бойы абыройлы қызмет етті. Ширек ғасырдан астам уақыт теміржол саласына адал еңбек сіңірген маман 2024 жылы лайықты демалысқа зейнетке шықты. Нұрлан Дабысұлы 5-ші перзент, отбасының тұңғышы Фазыл Дабысұлы Құлниязов болатын. Ол өз ісіне адал еңбекқорлықтың үлгісі болған нағыз маман еді. Оның 28 жылдық үздіксіз еңбек өтілі қарапайым жұмысшыдан бастап білікті басшыға дейінгі қажырлы жолды қамтиды. Еңбек жолын дәнекерлеуші болып бастаған ол сатылап көтеріліп, слесарь, бригадир және шебер қызметтерін атқарды. Кәсіби біліктілігі мен ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында цех бастығы лауазымына дейін жетті. Ол әрқашан жұмыстың ең алғы шебінде жүріп, ұжым арасында үлкен абыройға ие болды. Өкінішке қарай 49 жасында өмірінің соңғы сәтіне дейін өз міндетіне адал болып, жұмыс орнында дүниеден озды. Фазыл Құлниязовтың есімін өндіріс саласындағы ерен еңбегі мен кәсіби шеберлігінің арқасында әріптестері мен шәкірттері әлі де құрметпен еске алады. Фазылдан кейінгі перзент бүгінгі бас қосуға себепкер болған құрметті зейнет демалысына шығып жатқан Ербол Құлниязов. Бұл күні дастархан басында отырғандардың теміржол саласындағы еңбек өтілін қосса 400 жылдан асады екен. Оның ішінде әулет келіндерінің де үлесі бар. Құлниязовтар отбасының 3-ші перзенті Ералы Дабысұлының жанжары Гүлнар Ғабдыраш қызы да теміржолшылар әулетінен шыққан. Теміржолшылар үйіне келдім. Теміржолшылардың үйіне келсем, 2 қайнағам, абысыным, 2 қайыным, 2 қайынсіңілім бәрі теміржолшы екен. Жолдасым теміржолшы менің де. 2 қайнағам да теміржолшы болған. Үлкен қайнағам жолдасы Петропавлдан оқып отырып келген, осы вагон депоға. Ол кісі де теміржолшы болған. Қазір қайнағам, үлкен қайнағам уақыт болды. Біздің арамызда жоқ, өмірден өтіп кетті ол кісі. Абысынымыз қазір қызымменен өмір сүріп жатыр. Маған мақтаныш бұл семьяға келгеніме, бұлармен жұмыс жасағаныма, бұлармен өмір сүріп жатқаныма мен мақтан тұтам. Әулеттің тағы бір келіні Гүлмира Қойлыбаева осы шаңыраққа 2014 жылы келін болып түсті. Негізгі мамандығы есепші, алайда 2022 жылдан бастап ол да Ақжайық 7 вагон жөндеу депосында техник болып жұмыс істейді. Ол жөнделген вагондардың есеп қисабына, қосалқы өлшектердің ауыстырылу актілеріне жауапты. Оның қызметі теміржол саласындағы аса мұқияттылық пен дәлдікті талап ететін маңызды буын болып саналады. Ақжайық мекемесіне жұмысқа орналасқаныма өте қуанамын, мақтан тұтам. Әулет, атам, енем, қайнағаларым бар, қайнапам, барлығы осы теміржолшылар, осы әулет
жасаған осындай салада мен де жұмысқа орналасқаныма өте мақтан тұтамын, жауапкершілік артамын өзіме. Кәсібім, жұмысым өзіме қатты ұнайды. Гүлмираның жолдасы Манарбек Құлниязов әулеттің кенжесі. Ол 1988 жылы теміржол техникумын тәмамдап, 19 жасында депоға жұмысқа орналасты. Әскери борышын өтеп келген соң 1990 жылы еңбек жолын аталған депода бригадир және басқа да жауапты қызметтерді жалғастырды. 1999 жылдан бастап вагон пайдалану депосына ауысып, вагон механигі, вагон қабылдаушы лауазымдарын атқарды. Қазіргі таңда оператор болып қызмет етеді. Осындай берекелді баянды әулеттің іргесін қалап, ұрпақтар сабақтастығын үзбей келе жатқан саналда салиқалы перзенттерді тәрбиелеп өсірген әулет бастауында тұрған Дабыс Құлниязұлы мен Ақтима Қуандық қызы болатын. Дабыс Құлниязұлының еңбек жолы соғыстың отты жылдарында небәрі 13 жасында басталды. 1943 жылдың қаһарлы көктемінде Орынбор темір жолының вагон жөндеу депосына слесарь болып келген өрімдей жас баланың иығына отан алдындағы зор жауапкершілік жүктелді. Ол бәріде майдан үшін, бәріде жеңіс үшін деген ұранмен шыныққан қайсар буынның өкілі еді. Содан бері 49 жыл Дабыс Құлниязовтың бір ғана кәсіпорында қалдырған өшпес ізі мен еңбек мектебі. Сарбаздық тәртіппен басталған сол жол қарапайым вагон құраушыдан депо бастығының орынбасарына дейінгі биік белестерге ұласты. Ол тек техниканың тілін біліп қана қоймай, ауыспалы қызыл туды иеленіп, бөлімшенің құрмет кітабына енген нағыз рационализатор, білікті ұйымдастырушы деңгейіне көтерілді. Депо Дабыс Құлниязұлы үшін өз өмірлік миссиясын тапқан салаға ғана емес, сонымен бірге өмірлік жары Ақтима Қуандық қызын жолықтырған құтты мекені болды. 1958 жылы депоның тар бөлмелерінде басталған таныстық 1960 жылы үлкен шаңыраққа айналды. Егер Дабыс Құлниязов депоның берік тірегі болса, Ақтима Қуандық қызы оның жаны мен берекесіне айналды. 1957 жылы еңбек жолын бастаған Ақтима Қуандық қызы 35 жыл бойы кассирден бастап бригадирлікке дейінгі жауапты қызметтерді атқарды. Оның бейнесі тек қажырлы еңбегімен ғана емес, сегіз қырлы өнерімен де ерекшеленетін. Қолынан домбырасы түспеген өнерпаз, хор ұжымының белсендісі, спорттық жарыстарда мәреге бірінші келген желаяқ ретінде депо ажарына айналды. Бұл қос тұлғаның парасаты әсіресе 90 жылдардағы қиын-қыстау кезеңдерде анық байқалатын. Вагон депосының тағдыры қыл үстінде тұрған алмағайып сәттерде Ақтима Қуандық қызының уайымдама, бәрі жақсы болады. Бұл біздің екінші үйіміз, өз үйімізді тастап, ешқайда кетпейміз деген бір ауыз сөзі отағасына қанат бітіріп, бүкіл әулеттің бірлігін сақтап қалған еді. Бұл екі тағдырдың ғана емес, екі үлкен еңбек жолының тоғысуы, адалдықтың шынайы үлгісі болатын. Бүгінде Құлниязовтар әулетінің есімі аталғанда көз алдымызға жұмысқа деген шексіз адалдық пен отбасылық құндылықтардың символы келеді. Бүгінде осы бір абзал жандарды Тексол компаниясының бас инженері Мұса Жәлел Шәріпұлы да ерекше ілтипатпен еске алады. 83-те келіп мен бітіріп келгенде осы Дабыс Құлниязов бізде парт организацияның бастығы болды. Секретарь парт организации, осы мына ПТО Гурьева деген бар. Соның бастығы болды, біздің мұғаліміміз болды, ұстазымыз болды. Біздерді осы, бізде слесарьдан бастап істедік, енді қазіргі заманда білмеймін, біздерді осында слесарьдан бастаңдар деп осы май-май, қара-май болып жүріп, содан үйрендік. Бірақ енді қолымызға шене жабысып қалған жоқ, содан енді осы деңгейге жеттік. Сондай үйретті біздерді, осылай істейді, балалар мынаны былай істейді деп. Сондай кісі болды, ұйымшыл, сондай көп үндемейтін, өзінің еңбегін, білімдерін аямайтын еді бізден. Енді мамасына келгенше Ақтима Қуандық қызы ол деген қарапайым, сондай жарқын, субботник болғанда, біз енді субботник болады ғой, сонда депоны жинап нетіп жүргенде біздерге тамақ дайындап, бір жағынан музыка жіберіп қойып, бәрімізге нетіп, енді снабженецтерде енді ол деген білесіңдер ғой. Аннан барып, ана кісімен сөйлесу керек, мына кісімен сөйлесіп, сол депоның әйтеуір тұрып қалмау, нормально істеп, қалпына істеу үшін машинаға мініп алып таңертең кетеді, кешке келеді, кислород әкеледі, анапызы химзавод мынау жерде болды. Соған барып, сондай бөлшектерді тауып алып келетін еді. Әкесіне тән жауапкершілік пен талапшылдық,
анасына тән ұйымдастырушылық пен алғырлық олардың қызы Гүлнар Құлниязованың да бойынан анық көрінеді деген Мұса Жәлел Шәріпұлы өзінің әріптестерінің кәсібилігіне жоғары баға береді. Әйтпегендеше, актілік талаптық жұмыс жөніндегі координатор лауазымында қол бүгінде Тексол компаниясына тиесілі тмд елдері мен әлемнің түкпір-түкпірінде жүйткіген мыңнан астам вагондардың техникалық жай-күйін қадағалап отыр. Егер аталған көлік құралдарының бірінен жол үстінде қандайда бір ақау шықса, оны дереу бақылауға алып, вагонды қысқа мерзімде сапалы жөндеуден өткізіп, қайта іске қосуды қамтамасыз ету Гүлнар Дабысқызының тікелей міндеті. Бұл үлкен жауапкершілікті және өз мамандығына деген шексіз берілгендікті талап ететін іс. Ал сол мамандыққа деген махаббаттың қалыптасуына бірден бір себепкер болған оның әкесі Дабыс Құлниязұлы болатын. Вы знаете, вот железная дорога, да, это такая отрасль, это вообще особый мир большой. Потому что мы выросли, мы были уже с детства пропитаны этими вот родительскими профессиями, мы видели их. И вот в детстве мы часто бегали в вагонное депо к родителям. И вот когда я видела, вот заходила в этот депо, большой цех, вагоносборочный цех, да, и мне прям нахлынул такой, да, такая мощь, такие большие краны, они все ездят, вот эти большие вагоны, их поднимают, отпускают, там, разбирают, ремонтируют, вот это все я видела, да, и прям я была в восторге, и я прям гордилась, я говорила, папа такую работу работает, на такой работе ответственный, это же все-таки большой труд, вклад такой большой сделал. И вот тогда я подумала, я говорю, вот буду как папа. Десе де баларман бір бөлек, ал өндіріс өмірі мүлде басқа ғой. Гүлнар Дабысқызы теміржол техникумын тәмамдаған бойда яки 1984 жылдың 30 шілдесінде жұмыс орналасады. Алғашқы еңбек жолын әкесінің қол астында букстер торабының слесарі болып бастайды. Әкесі оған ешқандай жеңілдік жасамай, жұмысты ең төменгі сатыдан слесардан бастауын керек. Сонда ғана істің ішкі сыртқы тетігін түгел біліп, болашақта биік белестерді бағындырасың деп талап қояды. Бүгінгі инженер Құлниязова осылайша шынайы еңбекпен шыңдалған маман. Гүлнар Дабысқызының басты ұстанымы еңбекқорлық, адалдық және үнемі оқу іздену. Әкесінің уақыт бір орында тұрмайды, әрқашан алда болу үшін білім ал деген сөзін ол әрқашан жадында тұтады. Дабыс пен Ақтима Құлниязовтардың тағы бір қызы Гүлмира да теміржол маманы. Қарапайым қатардағы маман емес, айтулы маман. Оған еңбек жолындағы мына бір жайтты айтып өтсе жеткілікті. 2008-2009 жылдары Атырау депосында сапа жөніндегі директордың орынбасары лауазымындағы Гүлмира Дабысқызына Атырау депосында техникалық бақылау бөлімі цехын ашу және кәсіпорын деңгейін көтеру міндеті жүктелді. Өндіріс көлемі ұлғайып, бақылау күшейтілген кезеңде ол тиімді басқару көрсете білді. Нәтижесінде депо елдегі республикалық рейтингте 21 кәсіпорын ішінен үздік үштікке енді. Ал қазіргі таңда тәжірибелі маман Гүлмира Дабысқызының алдына жаңа стратегиялық міндеттер қойылған. Ол жаңа Тексол компаниялар тобының тағы бір нысаны Атырау вагон жасау зауытының тұтас бір цехының жұмысын жүйелеу ісіне жетекшілік етеді. Соған қарамастан бір кезі ол тіпті бұл мамандықты таңдамағанын да жасырмайды. Өзім әке-шешем ешқашанда бізге андай ауыртпашылық салған жоқ. Біріншіден, екіншіден, өз жолындарын өздерін табындар, қарандар деді. Олай темір жолшы бол деп, онда ешқандай айтпағасын. Біз өзімізбен, мен негізі өзім саудагер болам деп, дүкеншілікті бітірдім, торговый техникум бітірдім Алматинский. Сонда да сол өмір жолы қойын, алан жолы олай, сол мұнда әкелген біздерді. Балдарымға да ешқашан өздеріңіз біліңдер, кім боласыңдар, қазірден бастап таңдандар деп, үлкен балам енді темір жолшы болам деп таңдады. Бәрі жанарып жатыр, біріншіден, екіншіден темір жолын саласы көтеріліп жатыр. Бұрында біздер тек нефтяник дейтін еді ғой, қазір темір жолшыларды мынандай заводтан кейін уже білініп тұрды, біздер алға қарай басып келатқанымыз. Балдардың болашағы бар екен. Қазір Гүлмира Дабысқызы жас мамандарды істің қыр-сырына баулып, құрастыру процесі мен технологиялық талаптардың қатаң сақталуын үйрететін негізгі тәлімгер болып табылады. Бүгінгі күні
зауыт негізінен жартылай вагондар шығарумен айналысса, алдағы жоспарда өндіріс ауқымын кеңейту тұр. Қазіргі уақытта цистерналар мен газ тасымалдаушы цистерналарды шығаруға қажетті техникалық құжаттар әзірленіп, соған сәйкес дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа өндірістің беделді маманы бола тұра ол Қарашаңырақ Ақжайық 7 вагон жөндеу депосын еш естен шығармайды. Ал сол мекемеде бүгінде әке аманатын арқалап, шойын жолдың тынысын тамыршыдай тап басқан ұрпақтың бірі Ералы Дабысұлы. Оның Атырау вагон жөндеу депосындағы еңбек жолы 1981 жылы оқу бітіргеннен кейін басталды. Адам баласы еңбек етуі керек, еңбектенсең ғана табысты боласың деген қарапайым қағиданы ұстанған Ералы Дабысұлы бүгінде тәжірибелі вагон жөндеу слесарі. Оның күнделікті жұмысы алып вагондардың жүрегі мен аяғын сауықтыру, вагон көтеріп автотіркегіш құрылғыларды ағыту, вагондардың жүру бөлігіндегі бөлшектерді бөлшектеп, цехтарға дайындап беру, мұның бәрі үлкен жауапкершілік пен төзімділікті талап етеді. Оған қоса, үлкен механизмнің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ететін маңызды процесс. Оның осындай ауырда абыройлы жұмысты атқарып жүргеніне жарты ғасырға жуық уақыт болды. Мен осы амандық болса 2026-45 жыл уақыт осы Атырау Ақжайық 7-те жұмыс істеп жатқанды. Амандық болса, Құдай қаласа, зейнеткерге кетем. Лучше жастарға берек орын. Біздер уже жасымыз келді, пенсияға кетейік, артымызда, болашағымызды жастар істесін. Ералы Дабысұлы мұны бекер айтып тұрған жоқ, өйткені ол Құлниязовтар әулетінің ұрпақтар сабақтастығының үзілмейтініне бек сенімді. Бұл депода оның ізін басып, кәсібін жалғастырып жүрген жиен Ерлан бар. Темір жолшы болу Құлниязовтар әулеті үшін жай ғана кәсіп емес, бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан үлкен аманат. Нағашы атасы мен әжесінің, нағашылары мен анасы Гүлмира Дабыс қызының салған сара жолы кейіпкерімізге жеңілдік емес, керісінше үлкен жауапкершілік жүктегендей. Әулет абыройын бәрінен биік қоятын Ерлан өз таңдауы туралы былай дейді. Ең алдымен мен колледж оқып жүрген кезде бірінші курсты бітіргеннен кейін жазда каникулға шыққасын анам мұнда жұмысқа кіргізген. Колесін АКП цехына кіргізген. Бұл жерде мен слесарь болып жұмыс жасадым бір жылдай. Одан кейін ГПХ бойынша кіріп, ол бітіп контракт. Сосын 2017-нің январында колесін цехқа осында слесарь болып кірдім. Содан слесарьден кейін учетчик болып жасадым, бригадир болып жасадым. Сөйтіп, қазір техникалық бөлімде инженер-технолог болып жұмыс атқарып жатырмын. Ерланның тағдыры темір жолмен тығыз өрілген. Тіпті оның жаңадан құрған жас шаңырағы да осы Болат магистраль аясында табысты, жарыда осы салада қызмет етеді. Демек осыдан 70 жыл бұрын басталған әулеттік дәстүр бүгін жаңа қарқынмен жалғасын табуда. Темір жол бұл тек шексіз созылған рельстер емес, бұл ұрпақтар тоғысқан үлкен өмір жолы. Құлниязовтар әулетінің әрбір буыны осы жолға өз қолтаңбасын қалдырып келеді. Знаете, в первую очередь, это гордость. Вот с детства я гордилась своими родителями, что они работают. И вот эта вот гордость, она до сих пор... Я сейчас горжусь, что мы работаем все в одном предприятии. И также продолжаем папин вот нашу династию. Темір жол бұл тек шексіз созылған рельстер емес. Бұл Құлниязовтар сияқты тағдырын осы жолға арнаған тұлғалардың өмір баяны. 400 жылдық ортақ еңбек өтілі өз ісіне деген адалдықтың, отбасылық ауызбіршіліктің ең биік шыңы. Осы әулеттің қажырлы қайраты бүгінде тек сол сияқты ірі компаниялардың қозғаушы күшіне, жаңа заманның мызғымас тірегіне айналды. Аталар салған сара жолмен бүгінде немерелер сенімді қадам басып келеді. Демек, шойын жолдың болашағы сенімді қолда.